Астанада отандық темір жол, машина жасау өндірісін оқшаулау деңгейін арттыру мәселелеріне арналған форум өтті. Форумға өнеркәсіп және құрылыс министрі Қанат Шарлапаев қатысты. Сектор Қазақстандағы машина жасау саласының шамамен 13%-ын құрайды. Өндіріс көлемі жарты триллион теңгеден асады. Салада 8,4 мың адам жұмыс істейтін 59 кәсіпорын бар. Біздің негізгі мақсатымыз осы саланы ары қарай дамытып, оқшаулауды арттыру. Былтыр біз рекордты 124 локомотивпен 2100-ден астам әртүрлі вагонды өндірдік. Оны ары қарай кеңейтетін боламыз. Бірқатар жобалар көзделген. Биыл Штадлер Қазақстан жобасы іске қосылатын болады. Ол жолаушылар вагонын өндіруді көздейтін жоба. Одан бөлек Атырау облысында 6000-нан астам әртүрлі вагон шығаратын тек сол Қазақстан жобасы іске асырылып жатыр. Биыл ол жоба 700-ден астам вагон шығарады деп жоспарлап отыр. Бұдан басқа Павлодар облысында, Екібастұз өңірінде де бірқатар жобалар және Шығыс Қазақстан облысында Востокмаш завод базасында да жобалар бар. Форум Астана қаласының индустриялық аймағындағы электровоз құрастыру зауыты акционерлік қоғамы базасында өтті. Іс-шарада Қазақстан Республикасы көлік министрлігі, темір жол және су көлігі комитеті, Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамы, өндірістік үдерістер жөніндегі басқарушы директоры, Қазақстан машина жасаушылар одағының өкілдері қатысты. Электровоз құрастыру зауыты Альстом, локомотив құрастыру зауыты Ваптек, Штадлер Қазақстан жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Қазақстан вагон өндірушілер компаниясы, кәсіпорындары қызметтерінің таныстырылымы өткізілді.